Көк сиремге үктәннебет өз қалантеріне ынық үйті тылығар мантан сағалынар ұйғы бұйын үйтілге кәмі. Оларын сөйлі ақтырге ұты соттыр күттал әме суғыр. Аңардас бұл сылға сүйіні ұғыру төртігіне білетініне. Алтыны өйт күнігер кейхан ақтар бұнған баран қотонларуғар қайталабытым. Бұл қотонға, ха? Надежда Яковлева қотынуттан балтыра сыланыра түгір австрийской бұраудан ардақ самы үттәқ ұлықан жекергені соғытық кіреті атын тұрбыт жоры денағын оралар. Бөдің садаң сүйекіңі сүрбе 5 келі үті берреден қайқа көпсер. Оны барытын бір түген сотор. Мою корову украли, дем телефонға қадда қағыта апын бәмді білбәппін. Атын бұғаннан сетен тахар бұттар. Бұ анынан илжібіттер, бұ амын саппыттар, онан ара оттақ құруянын ағыз қалылар бұттар. Онан илже бар бұттар. Трассын өңі тахар бұттар, енем прямо. Этим основной трасса варарджи горской, инен тахараннар не талақтар быстырға растабыттар. Сүйі иттен ағыр таңнар әлбе қоғылақ соғытық е балтырасыл егер миллион 400 сумаға хоромниландым денетер. Үтті қынақ болын сөген покроскаға тылан қарчыланар әбет. Надежда Яковлева, алтта қолақ. Кетейінші 14 сыл сайынығар, түйет әржон әрдеттен көпсетен білі қотым сен, қаңыз районығар, оған сүйіні оран көрка келерін атлан қатшыларын бәйлергер еңгәріметтер. Із жылы министерстветін пресс-луз патайтнарардан хаспыт сылғы сетті уыру тақсыбыта бары жылы тарылы бұд. Онтын бұйылғы жылы ақынымны түрттіген болла. Онтын із жығар бұ сыпыра бұдан ұлақан. Қағайттар бәлері тыллават әкертіспәп болан хорияқтарға көңіл берер күрдіктар. Ордук трасса кытыгытынан тура деревнелер сүйілер әсүтәлерін участковайдыр жапчу бейелілер. Бөйімнен чоколар деревнелерге улақан уру тақсыбат. Оларын қара жайдақтар кейін жалқана құлықтақ сіргеда тұтылдық бұл соға дейсанылар асыға. Сүйіліге көстуелер анада. По горячим следам рарыдды қарылар, өтерге әт сүтер, ағаяқ беременен силдер, атылылар. Бурудда қара жайдақсын бір көстер білдер. Білген сокон кытаттам. Прокуратура ehitnerlerden hatın ki bayın dolun bilağının uğru götübespet 10 сыл қайны тағанан 1 миллионға тие ыстырапtığından söp. Alona Исева, Роберт Набиев, Вести.